Жігіттер ана темекінің қорабына қарап тұрып, шегіп тұр ғой рахаттанып. Қорабына ненің суретін салып қойған? Рақпен ана бейшараның тістері түсіп қалған, не бір жаман суреттерді ана жабысып қойған ананы. Бірақ соған қарап рахаттанып шегіп тұратындар бар. Айта береді бұларды. Сен де сондай боласың. Тоқта, ғибрат көзбен қарасаң, сен ана лақтырып жіберуің керексің. Мен неге Құдайдың берген денсаулығын бұзуым керекпін мен? Мына өмірдегі мініп жүрген көлігіміз мынау уақытша. Осындай екі аяқты көлікке мінгізіп қойған. Ең қымбат көлігің сенің денсаулығың, мына дене бітімің. Ал оны арендаға алып мініп, апарып ұрып, соғып апарып өткізе алмайсың сен. Мысалы арендаға осы жерде машина алсаңыздар болады. Соны қалай өткізу керек? Өткізетін кезде. Дәл сол қалпында тексеріп алады сенен. Сол сияқты мына денсаулық, дене бітімімізді таза болып өмірге келдік. Сол таза болып қайтадан топыраққа қайтару керек денені. Нашаны шегіп, ішіп, олай апасақ өткізе алмай